Астанада қайтарылған заңсыз активтер есебінен тағы бір нысан бой көтереді. Жаңа спорт кешені тозығы жетіп сүрілген Қажымұқан Мұнайтпасов атындағы орталық стадионның орнына салынбақ. 4000 орынға есептелген спорт кешенінің құрылысына 17 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Сәйкесінше стадион УЕФА халықаралық стандарттарына сай салынбақ. Нысан тіпті жыл соңына дейін аяқталады деп жоспарлануда. Айта кетейік, қайтқан активтер есебінен әлеуметтік маңызы бар нысандар салуға 82 миллиардтан аса теңге бөлінген. Бұл қаражатқа еліміздің түкпір-түкпірінен бірнеше аурухана, мектеп және спорт кешендері салынатын болады. Заман талабына сай, стандарттарға сай өте жоғары деңгейде салынып жатыр. Сондықтан бұл стадион манеж біздің мектептің балансына беріледі. Біз өте қуаныштымыз, асыға күтудеміз. Балалардың жаңа жаттығуыны жақсы жағдайда жасауға, жалпы балалар үшін бұл үлкен бір қуаныш, мереке. Сондықтан қаншама балалар осы спорт кешенінің, стадионның ашылуын күтіп жүр.